Баршаларыңызға ассаляму-алейкум. Бүгін Құран әліпбиіне түсудің екінші сабағын өтеміз. Яғни әріптің үстінде осындай сызықша тұрса, ол ә болып оқылады. Фатха ә. Әріптің астына тұрса, и болып оқылады, кәсіра деп аталады. Және де осындай белгі тұрса, әріптің үстіне дамма, яғни у әрпі болып оқылады. Енді мынау бірінші алиф, ә үстінде тұр. Сосын и астында тұр ғой. Одан кейін у дамма тұр. Яғни ә, и, у. Мынау бә әрпі. Бә, би, бу. Тә, ти, ту. Сә, си, су. Жә, жи, жу. Ха, хи, ху. Ха, хи, ху. Дә, ди, ду. Зә, си, зу. Ра, ри, ру. Зә, си, зу. Сә, си, су. Шә, ши, шу. Са, си, су. Да, ди, ду. Та, ти, ту. За, зи, зу. Ра, ри, ру. Ға, ғи, ғу. Фә, фи, фу. Қа, қи, қу. Кә, ки, ку. Лә, ли, лу. Мә, ми, му. Нә, ни, ну. Уә, уи, у. Хә, хи, ху. Ә, и, у. Жалпы осылай оқылады, бірақ кейбір әріптерде бізде өзгешелік бар, яғни жуан әріптер. Яғни олар жуан оқылады. Бірінші, әр әріпке жеке тоқталып өтейін, ерекшеліктері бар. Мысалы, бұл жерде бізде ха әрпі қырылдап айтылатын. Жуан оқылады. Ха, хи, ху. Одан кейін әріп, мынау сақауша оқылады. Бұл бірақ жіңішке әріп, зә, зи, зу. Одан кейін ра әрпі. Қараңыздар, фатха болған кезде ра жуан, кәсіра болған кезде жіңішке ри. Одан кейін дамма болғанда қайдан жуан ру болады. Осы ра әрпі ерекше. Одан бөлек жуан әріптер жуан оқылады. Мысал ретінде са, си, су. Да, ди, ду. Та, ти, ту. За, зи, зу. Одан кейін барып, бұл жерден ғайын әрпін шығару сәл қиынырақ болады, бірақ көбірек 30 рет айтатын болсаңыздар, сіздерде барлығы жақсы болып кетеді. Яғни тез тілдеріңіз үйренеді. Және де ең соңғы хә әрпі бұл жеңіл шығу арқылы оқылады. Хә, хи, ху. Бүгінгі сабағым пайдалы болса, Алла зейіндеріңізді ашсын. Келесі сабақта көріскенше.